Ассаламағалейкум, армысыздар менің дәулетті оқырмандарым, дәулетті халқым, және де дәулетті менің шәкірттерім. Қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын, өркендеріңіз өссін, Алла тағалам бүгіннен бастап сіздердің зейіндеріңізді ашсын деген ниетпенен бүгінгі келген қадамдарыңызға нұр піссін. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп сабағымызды бүгін бастаймыз. Пенде болғаннан кейін пенденің барлығының да бойында мін бар, сын бар дегендей. Қара, қыздар, осы 10 күннің ішінде Аллам амандығын салса, Алла тағалам қаласа, мен сіздерге шығыс медицинасының нүктелі массаждарын үйретемін. Нүкте адамның ағзасына керек, біздің қан айналымымызға, теріміздің зат алмасуына, мына миларымыздың, нейрондарымыздың дамуына, ағзаларымыздың қызмет жасауына жақсы. Қыздар, қара, мен еш нәрседен тайынбайтын әйелмін. Мен өйткені өзімнің өнерімді мықты білемін. Маған сіздер менің өнерімді үйренгелі келдіңіздер. Менің тарихымды зерттеуге келген жоқсыздар. Менің тарихым емес, менің өмірім емес. Сіздердің өздеріңіздің өмірлеріңіз өздеріңізге қызық болмай ұмытылу керек. Оның жанында менің өмірімді не істейсіңдер? Не қыласыңдар? Нешо? Қолды бір күйеу дұрыс емес, екінші күйеу күшті. Нешо? Қолыңнан келсе жасап ал сенде. Сенің қолыңды кім байлап қойды айналайын? Қазір ашық 21 ғасыр, ашық сөйлейтін қоғам. Сол үшін қайтеміз, уақытты ысырап қылмаймыз, әңгімемізді ары қарай өрбітеміз. Кешегі Мақпал Қаратайымның үйреткен сабағынан ауытқып шығып кетіп қалдым. Мынау Мүнира, бұрынғы Мүнира. Біреуден қайтеді, ренжиді. Менде көбінде менде қорқыныш жоқ, қыздар. Менде қорқыныш жоқ, менде ренжу. Біреуге бірдеңені беріп аламын да, содан артынан ренжіп қаламын. Неге бердім? Одан жақсылық айтпаған кезде неге бердім деп. Сол ренжісіммен жұмыс жасадым. О адамның бойына реніш болған кезде мына даусынан да реніш шығып тұрады екен. Мен сол ренішімді Мүнирадан секіріп, мына Мүнираға өтіп алдым. Мына Мүнира қандай? Ақкөңіл, ренжімейді, берген нәрсесін есеп жасамайды, Алладан қайыры бар, Алладан қайтады деп қоятын. Мен елге берген ақшамды есептесем бар ғой, ол қатынның сұрап отырған 1 миллионды түк емес. Менің бергенімді есептесем. Міне, жақсы, сол үшін қайтесіздер, қажетмет массаж орталығына келгенде, бұрынғы айгүлден секіріп екінші айгүл өтеміз. Барлығын өтіңдер сөйтіп. Тастаңдар ананың бәрін тастаймыз. Соны ұмыт тұрады, мен сіздерге уақытым болған кезде, қашан деп айтпаңдар. Әйтеуір отырған кезде жұлдыз музыканы қой деймін. Сол кезде жұлдыз музыканы қояды. Қайтеміз, бәріміз медитация жасаймыз. Өткенді ұмытатын, өткенге салауат айтатын медитацияны жасап, өтіп мына жаққа келіп, мына жақтағы жаңа Айнұр, жаңа Мүнира, жаңа боламыз. Бірақ көрдім бе, мен жаңа мына жаққа өткеніммен сырттан келген күш мені қайтты, сүйреп алып қайтады, мынаған отырғызып қойды жаңағы қатын, Одан қайтадан өзімен жұмыстар жасап, қайтадан музыкат деп қайта кіріп алдым. Міне өстіп өмірді қайтеміз, өзгертіп отырамыз. Сол кезде массажымыз да керемет болады. Ой, әлі көп нәрсе. Құдай Алла амандығын салса, менің жаныма келдіңіздер ғой, қыздар. Құдай амандығын салса, бұдан кейінгі табыстарыңыз, ең аз табыстарыңыз 1 миллион болады. Ең аз. Алла амандығын салса, барлығының басында 3-4 баспана болады. 1 миллион теңге бар ғой, біреуге чай іше ғой деп бере салатын, сондай дәрежеде өзгересіңдер, қыздар. Таң атпай біреудің жасап жатқан бүгін Құдайға, бүгін Мүнираға қыздар келеді, Мүнираға ақша түсіп жатыр. Ана 1 миллионымда барып ал барайын деп көгеріп біреудің үйіне таң атпай бармайсыңдар, қыздар. Бол, менің сыйлығым болсын. Онсызда да маған қаншама жақсылықтар жасады. Соның арқасында ұялдым ғой деп отыра беретін, сондай дәрежеге өзгереміз, қыздар. Бұл дүниеде бар ғой, өтесің, өлесің, бәрі қалады. Жалғыз құры денең ғана кетеді Алланың жанына. Тәте дұрыс айттым ба? Сол үшін бүгіннен бастап үйрететін массажым шығыстың нүктелі массаждары. Сіздерге мен қандай дайындалдым? 10 күн бойы, 20 күн бойы өзімді дайындадым сіздерге. Массажымды дайындадым, бәрін дайындадым. Бүгін мінекей қанша жалпы 22 қыз оқисыздар. Құдайға салса, мына жерде йога жасаймыз, мына жерде чай ішеміз, ана жерде оқимыз. Міне менің жолдасым да массаж үйренгелі жатыр, көрдіңдер ма? Массаждың құдіретінің кереметтілігін біліп жатыр. Өйткені массаж әрбір адамға керек екенін біліп жатыр. Міне, ал енді қараңыздар. Құдай амандығын салса, міне 4 ұл бала болды. 4 ұл бала бір-бірімен модель болады. Қандай жақсы қыздар. Қыздар бар ғой, сіздердің бастарыңызға бақыт жұлдыз болды. Алла тағалам сіздерге күшті нәрсе жіберді. Менің мінезімді өзгертіп, бір жерге сіздерге жіберіп қойды. Қандай жақсы. Мен сіздерге бар ғой, мен күні осы күнге дейін қаншама қажетім кетті.
қажетметтің алдынан шығып мен қарсы алған емеспін. Олар мені қарсы алып тұрады, мен шығатынмын. Көрдіңдер ме, тәкаппарлығымды қандай сындырып тастағанмын. Мейірманмын. Алла амандық жасаса, сіздердің араларыңызда жүріп үйретемін массажды. Қолдарыңыздан ұстап, бәрібір халық көтереді адамды. Бәрібір халықтан ажырап ешқайда кете алмайсың. Ақ пен қараңды халық өзі ажыратып алады. Соның үшін қайтеміз, мен халықпен етене жұмыс жасап, ертең Қытайдан шешелерім келсе, ой сенің қызың Қазақстанға келіп не істеді дегенде барлық халық түрегеліп, ойбай тәте, міне көрдіңіз бе, қызыңыз бізге мынандай нәрсе үйретті дейтін қыз-келіншектер көбейсін. Соның үшін мен елімнен бірдеңкені жер аламын. Мен Қытайдан елімізге келгенде үкімет маған жер бер, мен жер аламын деп келген жоқпын. Үй бер маған, үй аламын деп келген жоқпын. Ақша бер маған, ақша аламын деп келген жоқпын. Мен үкіметке не беремін деп келген қазақпын. Құдайға тәуба беріп жатырмын. Мен оқытқан шәкірттердің 60% салон ашып жатыр. 40-ы клиенттердің үйіне барып жасап жатыр. Қалғанын бәрі денсаулықтан қорғап алып жатыр. Барлығын мен түсіргенге уақытым жоқ. Одан кейін бұрын мен мақтанбайтынмын. Мақтанғанның көкесін енді көрсетейін деп тұрмын. Енді көрсетем көкесін. Өйткені мен мына нәрсені қолға алып тұрмын, қыздар. Байымды оқытып алған себебім екеуміз бірге жүргеніміз дұрыс екен, бірге. Ана кісі менен қызғанатын, мен сабақ өтіп жатқанда ер балалар келіпті ғой деп, жақсы болды, енді өзім қосып алдым жаныма. Енді жолдастарыммен бірігіп жұмыс жасаңдар, бірігіп жұмыс жасаймыз. Одан кейін мен қажетметтің көлемін кеңейтейін деп жатырмын. Көлемін Шымкенттен ашайын деп тұрмын. Әй, Мөнира, Шымкентте қажетметті ашпаса Мөнира болмай кетесің деп жатырмын. Шымкенттен ашайын деп тұрмын, Ақтаудан ашайын деп тұрмын. Сол жерге мен оқып бітірген шәкірттерімді сол жерге қояйын деп, ендігі менің мақсатым не болды ғой? Тазарып алдым, өкпе жоқ, іреніш жоқ, қорқыныш жоқ, халқым сыйлайды, өзімше бір халқым бар жинап алған. Осыдан артық не керек? Енді тек қана сіздер мен халықтың алдында жамандағысы келіп өліп бара жатыр. Маған бәрібір оған қазір. Бәрібір өз бабам менің өнерімді асандар болды. Екі байдан шыққан сендерге қызық емес. Сенің бір байды тастап екінші байға тигеніңді мен ана халықтың алдында айтамын дейді. Айта мен өзім айтып тұрмын. Ойлашы, Қытайдан 30 жасымда келдім. Мен бір 18 жаста қыз болсам, сөйтіп айтамын десе болады екен. Мен енді 50-ден қатымын ғой, өзім білемін ғой, кімге тиіп кімден шығатынымды. Осы ақша тапсақ, адамгершілігіміз мол болса, өнерімді үйренсеңіздер болды. Қара, бұл жерде бар ғой, бұл кісінікі де қате. 1 миллион теңге емес, мен оған новый машина алып бердім. Қатар машинамды есептеймін. Қазақстанның заңында машина мен машина соғылса, жаңа машина алып бер деген нәрсе жоқ. Мен оған жаңа машина алып бердім. Қайта мен заңдаспай тұрмын. Солған машинасының орнына жаңа машина алып беріп тұрмын. Және де ол маған айғайлап тұр. Сол үшін қайтеміз, қанағат шүкірлік етеміз, шүкір, тәуба дейміз. Мен ештеңеден ермаймын. Қара, енді массажымызға көшейікіздар. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла амандық жасаса, бүгіннен бастаймыз. Бірінші, массажист болуға не керек дегенде, массажист болуға бар ғой, қыздар, тазарамыз. Өткенді ұмытамыз, өткен оқиғаларды ұмытамыз. Алла қаласа өткен оқиғаларды ұмытатын медитацияларды мен жасап беремін сіздерге. Уақытым келген кезде өткен өмірді ұмытамыз. Одан кейін екінші, келе жатқан өмірге алдын ала оларға жоспар жасамаймыз. Дәл қазір келе жатқан не қылмыз? Дәл осының сезімін сезінеміз. Бірінші осы керек бізге. Өткен өмірлерімізді ұмытасыздар. Келешекке жоспар жасамаймыз. Дәл қазір массаж үйреніп жатырмыз ба қыздар? Болды, массаж дейміз. Бірдемден кейін тұрмаңдар, Мөнираның бірінші байым еді деп ойлаттым. Үйтіп ойларым сол жаққа кетіп қалған емес. Ойларыңды шақырып алып келіп тұрасыңдар, шақырып алып келіп. Ойларыңды. Ой, біз әзірмен мысалы жаңа сабақ бастаймыз. Массаж үйренеміз деп жатқанда,
массаж үйренеміз деп жатқан кезде менің де тылсым әлемім сырттан ана оқиғаны айтты, шақырып алып деп отыр дейді. Қарашы қандай, бірақ мен ол оқиғаның ішіне кірмеймін. Ана қатын сол жерде бажылдап тұра береді, мен төбесінен қараймын, деп. Соны үйреніп алдық біз. Біз соны үйреніп алдық. Біз ол оқиғаның ішіне кіріп, ойбай, сен мені халыққа жариялайсың ба екі күйеуге тиген деп. Ойбай, айтпашы, Құдайым-ау, айтпа, менің абыройым түсіп қалмасын десек, онда мен оқиғаның қай жеріне кіріп кеттім? Оқиғаның ішіне кіріп кеттім. Мен сыртынан айта бер деп, онда мен оқиғаның қай жағындамын? Сыртынан. Сол үшін қазір мен массаж үйреткен кезде сіздер қайтесіздер? Үйдегі қайнамай қалған шай, пыспай қалған ет, жылап қалған бала бәрін ойламайсыздар. Назарларыңыздың барлығы қай жерде тұрады қыздар? Массажда тұрады. Бірінші осы керек. Сол үшін әркім өздеріңіздің ойларыңызды шақырып алып келіп отырасыздар. Қой деп өздеріңіз шақырып алып келіп отырасыздар. Сол кезде сіздер массаждың бір жерін көріп жатсаңыздар, бір жерін көре алмай қалуларыңыз мүмкін. Неше ештеңе кетпейді. Өйткені біз неге түсіріп аламыз? Видеоға түсіріп аламыз. Үйге барғаннан кейін қайтесіңдер, күнделікті сабақты күнде қайталайсыңдар, Біттік. Екіншісі массаж үйренуге не керек дегенде батылдық керек. Қорықпайтын қайсарлық керек. Қорықпайтын қайсарлық керек. Содан кейін табандылық керек. Осы кәсіпті дөңгелетіп алып жүріп кету үшін не керек? Табандылық керек. Өздеріңізде тұрмыз. Еш нәрседе қорқу анамда дегеннің бәрімен жұмыс жасаймыз. Содан кейін белсенділік керек. Белсенді. Деп белсенді жүресіздер. Үшіншіден саусақпенен мына дененің икемділігі керек. Икемділік. Оны біз күнде таңертең қайтеміз, жаттығу жасаймыз, билейміз, йога жасаймыз. Буындарымызды қайтеміз, босатып аламыз. Буындарымызды бәрін босатамыз. Одан кейін үшінші қайтеміз, ылғи да жақсы нәрсе ойлаймыз. Саған мен бүгін сабақты үйреніп алдым, саған мен Ираханның ана жері қандай күшті, ылғи да жақсы нәрселер ойлап жүреміз ойымызбен. Ылғи да мен үйреніп алдым, күшті екен ғой үйреніп алдым. Бүгіннен бастап, Алла амандығын салса, ешкімнің инстаграмына қарап, уақыттарыңызды ысырап қылмаңыздар, ютуб қарап, инстаграм қарап. Біз массажды түсіреміз, сол массажды қараңыздар, менің сөздерімді жаттаңдар, жазыңдар. Бәрі сізді тоқ, одан кейін мен үйреткен өнерді күнде қайтесіңдер, қайталайсыңдар. Болды, осы ғана болса болды. Енді қараңыздар, медицинадан хабарымыз жоқ, массаж үйрене аламыз ба дейді. Массаж деген адамның денесінің сыртынан сылап-сипап жасайтын нәрсе. Ол біз адамның іш жағын жасағалы жатқан жоқпыз, кесіп, тіліп. Сол үшін медицинадан хабарымыз жоқ болса бола берсін, бірақ біз 8-ші класс оқыған анатомиямыз бар ғой, адам құрылысын білеміз ғой. Егер де медицина оқыған болсаңыздар, нұр үстіне нұр, медсестра болсаңыздар, дәрігер болсаңыздар, нұр үстіне нұр. Бірақ оқымаған қыздар, ойбай деп бүйтіп қалмаңдар, жоқ, керек емес медицина. Адам анатомиясын білсең болды, бүйрек қай жерде, жүрек қай жерде, асқазан қай жерде деген сияқты соларды біліп алсақ болды. Тамырларды нелерді. Одан кейін нүктелерге келетін болсақ, мен сіздерге үйрететін шығыстың нүктелі массаждар ғой. Нүктелерге келетін болсақ, медицина саласын оқымаған дейді, Қытайлар айтады. Медицина саласын оқымаған кез келген адамның дейді. Кез келген адам десе, онда мамандығына қаралмайды. Кез келген адамның қажетті деген нүктелерді басып жасай беруіне болады деген нүктелерді үйренесіздер. Қажетті деген. Онда болса мен сіздерге қажетті деген 300-ден артық жоқ нүктелерді көрсетемін. Онда бізде қалған нүктелер қажетсіз ба деген сұрақ туындайды. Адам денесінде 690 неше нүкте болатын болса, онда қалған 300 керексіз ба деп қалса, жоқ, қалған 300-ін шығыс медицинасын оқыған дәрігерлер алтын ине қояды. Қытайдан келген кісілер ине қойып жүргенін көрдіңіздер ме қыздар? Болды, сол кісілер ине қояды. Ал енді қараңыздар, бір қызығы бар ғой. Біз дәрігерлердің қолына адамдарды жеткізбей емдеп тастайтын массаждарды үйренеміз. Мен айтамын да, не үшін өздеріңізге мына сұрақты қойыңыздар. Осы сұрақты дәптерлеріңізге жазып алып жаттаңыздар. Ар жақтап отырған оқырмандарым да жазып алыңыздар. Не үшін мен ауырамын? Сол сұрақты қойшы, не үшін ауырасың? Бұл өмірде біздің аталарымыз ауырмай, кәрілік келіп дүниеден өткен әппақ ақ жаулықты апаларымыз болған, апа, дұрыс айттым ба? Менің де әжем сондай болған. Әппақ жаулығымен тап-таза болып, кәрілік келіп өлуіміз керек. Кәрілік келіп Алла Тағала өз күнін алып кету керек. Біз неміз? Біз әзір жас тұрып, біреуіміздің асқазанымыз, біреуіміздің беліміз, біреуіміздің жауырынымыз. Енді осы массаждар, мен үйрететін массаждар, осыларды қайтеді екен, емдейді. Негізінде былайша айтқанда адамда ауру жоқ, қыздар. Бұл өмірде ауру деген жоқ, қыздар. Мүлдем жоқ ауру. Бірақ сол ауруды шақырып,
сол ауруды жасап, дамытып, өркендетіп, өсіріп, бордақтаған кім? Не істейміз? Ойбай, менің 1 миллион теңгем деп таң атпай келіп, қана оқушылардың алдында абыройын түсіремін деген кезде бұл оғатының несіне әсер болады? Нервіне әсер болады. Нерві жынданады, асқазандары жиырылады, жүректің соғуы қайтеді, тасыр етеді, бүйрек бүйтіп, ашшек, қолшектер қайтеді, қысылып қалады. Ал ол кезде оның жолы күні баған Мүнира қайтеді, деп міне қыздармен сөйлесіп тұр, іштеке де болған жоқ, бүйтіп де лақтыра салды. Міне көрдіңдер ме? Сонда біз денсаулықты өзіміз қайтеді екенбіз, өзіміз бүлдіреді екенбіз. Мен үш жерде тұрмын, ешқайда кетпеймін. 1 миллион теңгені 12 миллионға машина алып берген Мүнира 1 миллионды қалай? Оны айда қалай? Бере салады. Мен үшін не ол? Мен үшін дүние емес. Мен үшін дүние емес. Просто маған келіп жатқан оқушылардың несін бұзып жатыр? Біз оқушылар қалдап жатқанда менің тәртібімді бұзды. Менің көңіл күйімді емес, қыздар. Мен көңіл күйімді бұза алмайды. Өйткені біз мынандай үйреніп алдық. Бізге ешкім ешқандай әсер бере алмайды. Алладан басқа ешкім менің көңіл күйімді бұза алмайды. Өйткені біз жақсылап отырып қаратайдан сабаған болдық. Яғни оны да сіздерге көрсетемін. Осылай үйреніп алыңыздар. Сол үшін берген ақшаларың болса қайтесіңдер, садаға дей саласыңдар. Болды. Өйткені сіздер сол беріп қойған ақшаларыңызды қайта ойлану арқылы қай жерге салмақ салып жатсыңдар? Жүрекке. Міне, сонда біз не істейміз? Енді осы кезде осындай нервінен жынданып келген адамдарды, жаңа түніменен ұйықтамай келген адамдарды, әлсіреп келген адамдарды қайтеді екенбіз. Жаңа жиырылып қалады ғой жүрек. Жүрек жиырылып қалған кезде міне, жүректің тұсында мына жерде бір нүкте бар. Осы нүктелерді басып, ана қатынды қайтеді екенбіз, босатамыз, денелерді босатамыз. Содан кейін барып жаңағы неміз қайтеді, тарап кетеді. Міне көрдіңіздер ме? Сонда біз ауруларды өзіміз жасап жатыр екенбіз, өзіміз кетіреді екенбіз. Басқа ешкім кетіріп бере алмайды екен. Нүкте деген нәрсе не? Нүкте деген бізге пайдасы бар нәрселер. Бүгін мен сіздерге арқаның массажын үйретейін ба, жоқ беттің массажын үйретейін ба, қай массажын үйретейін, айтыңыздаршы. Арқама? Барлықтан арқаларың ауырып деген ғой деймін. Жарайды. Ондай болса ауаны қос қойдың ба сөйтіңіз? Ауаны қос қойдың. Біздің мына неде салонда бар ғой, ауа сорғыш бар. Аналардың бәрін ашып қойып берген. Практиканы осы жерде теорияны осы жерде үйретіп, практиканы ана жаққа барып жасаймыз. Бәріміз қай жерге, мына жерге кешке жақын йога жасаймыз. Қара қыздар, йоганы үйреніп алыңдар. Йога үйреніп алсаңыздар, ауырмай жүреміз. Тырыспай жүреміз. Тырыспай жүреміз. Енді ондай болса бүгін үйрететін болды, массажисттерге қойылатын талапты білдіңдер. Массажистердің қолы қаншалықты дәу болса, соншалықты жақсы. Қолдарымыз. Мен білем, біздің қыздардың қолдары ерекше дәу, қиын жақсы көрген қыздардың қолы. Мына қарашы, мына қыздың қолының дәу, мәсі. Ана дәу, ол мен арқама массаж жасап қойсам деп жаңадан бері ойланып тұрдым. Мына жақта сөйлеп жатырмын. Ой, мана жақта тұр, Мүнира ана жерде бір дәу болды, қарашы деп қарасым, көріп қойдым. Сонда сөйлеп жатып, ой, мананың қолын ойлап көрді. Қарашы, ой деген қандай тез, қыздар, ой деген жақсы нәрседен қарағанда жаман нәрсені көбірек ойлатады. Сол үшін біздің байымай жүруіміз, дамымай жүруіміз сол себептен болып жатыр. Әйтпесе егер жүрегіңнің көзін ашып, ойыңды меңгеріп алған болса, 1 миллион теңге саған да көп ақша көрінбейді, қыздар. Көп ақша емес ол. Ең көп ақша бағаға сатып ала алмайтын байлық мынау жүрек. Мына жүрек. Мынаны сатып ала алмайсың. Қағаз деген ол не? Доспыз, құрбымыз, араласып жүрген жақын адамдармыз. Жанымыз аман болса қайтеміз? Қайтарамыз. Не көрдіңіздер ме? Ауруларды біз жүрекке өзіміз салмақ тастап, жүрегімізді өзіміз қатайтып тастап, жүрек біткеннен кейін бітті ғой, адамның барлық жері ауырады ғой. Барлық жері ауырады. Міне, осыны бүгін үйренеміз. Бүгін үйренетіндеріміз арқа массажы. Мен қазір мынау 1 сағат болған кезде мынау тікелей эфир өшіп қалуы мүмкін. Біз өшпей тұрған кезде алдыменен көзіміз қызарып тұр. Біздің көзіміздің қызарған себебі біз кеше түніменен Қаратайдың сабағына бардық, көрдіңіздер ғой, Мақпал Қаратайдың сабағына барып, ол жерде біз медитация жасап, өкпелерімізді шығарып, содан кейін туған күнге барып, түнделетіп келіп деген сияқты, таңертең ерте тұрып деген сияқты, сәл қызарып тұр, іште кетпейді, қайтады. Әйтеуір өзіміз сіздерге деген даярлығым күшті, Құдайға шүкір. Алла тағалам зейінімді де ашып қойды, күш қуатты да беріп қойды. Енді сіздерге үйретемін, сіздер қайтесіздер, құлшынсаңыздар болды. Құлшын, Мүнира ханым үйретеді екен деп жай әншейін отыра бермеңіздер. Мүнира ханым міне жер қалай, Мүнира ханым мынау қалай, Мүнира ханым келіңіз, қараңызшы, мен дұрыс жасап жатырмын ба? Қыздар, мен сіздердің жандарыңызда тұрған кезде бар ғой, қорықпаңыздаршы. Мен жай қарапайым әйелмін. Мінезім де жақсы,
жүрегім таза, ақ көңілмін, халқыма еңбек етемін деп келген. Менен қорқып, жасамай, маған жаса десе менен қашып бұлай істемеңіздер қыздар. Күн осымен дейін болды. Өздеріңіз жасап жатыр. Мунира ханым берген үшін көріп беріңізші, менің қолым дұрыс болды ма? Мынаны дұрыс бастым ба? Мунира ханым мына нүктені дұрыс бастым ба? деп мені 10 күн сабақ біткенге дейін мені қоймай сұрап тұрып үйреніп алыңыздар. Өйткені мына массажды мен ғана сіздерге көрсете аламын ғой. Үйдегі жеңгелеріңіз көрсете алмайды. Одан кейін массажды жақсы үйреніп алғаннан кейін бірден салон ашып кетсеңіздер болады. Біреудің қолына барып жұмыс жасамай қойыңыздар. Еле болмаса Шымкенттен мықты бір қыздар шықсаңыздар, Мунира ханым мен Шымкенттен жер іздеп табамын. Мен Шымкенттегі Қажетметтің орталығын басқарамын, мен бас көз боламын. Шымкенттегі қыздарды табамын деп сондай қыздар болсаңдар шығыңдарыңыз. Байыма да үйретемін. Байым екеуміз екі жақтап мен оларға ер адамдарға үйрететінмін. Мен тәрбиелеймін ол кісіні массажға. Ақтауға барамыз біз қыздар, Ақтауға үйретуге барамыз. Ақтаудағы қыздар шығыңдар. Мен Мунира ханым, міне Ақтауда мынандай салон тауып қойдым. Давай Мунира ханым, Ақтаудан қыздар табайық. 6-7 қыз болып ашайық. Мен жасаймын қыздар, мен қолымнан келеді. Просто сіздер артық шықсаңыздар. Бар баланы қуып тастадық па? Өздер бала өсті ма? Енді баламен байға жабыспаймыз. Жабыспайды. Жұмыс жасаймыз. Жұмысқа да бірақ кетпейміз. Ал үйімізді де бірақ тастамаймыз. Жартылай жұмысты жасап жүреміз, жартылай қайтеміз, үйімізді қараймыз, семьямызды қараймыз. Солай істеп жүріп қайтеміз, бай боламыз. Бізде қазір алдыларыңызда Қажетметтің жаным, енді сізді сабақ кезде менің жаным болмай қаласыз, сабақ кезде менің шәкіртім боласыз. Алдын қалай айтып екен дейді. Жаным, менің қыздарымды, Қажетметтің қыздарын, жаным телефоныңызды әкеліңіз. Ту қол шапалақтап біздің қыздар ортада